Қайтар жолда да әдеттегідей тук-тукпен қайттым. Индияның жол ережесінен аздап шок болдым. Бұл дыбыстарға да үйрену үшін көп күн керек ау. Мұнда жол ережесі деген жоқ десе де болады. Барлығы бір-біріне сигнал береді. Бір сигнал бермейтін бір индусты тауып беріңізші маған. Барлығы сигнал береді. Ешкімді өткізбейді, жайлап бір-бірін бүйтіп қасына келеді де тақалып өтіп кетеді. Ортасына кіріп бара жатыр. Біздің Қазақстанда мынандай етіп кіріп бара жатса, қандай сөздер айтатын примерно біліп тұрсыздар ғой. Айтпайтын сөзді айтады ғой, иә. Сондықтан мына жақтың трафигі деген, мына жақтың жүрісі деген бөлек, мүлдем бөлек. Қазақстандық жүргізушілер шүкірлік етіңдер, Қазақстанда машиналарыңызды жайбарақат айдап жүргендеріңізде. Біреулер тіпті қарсы бетке шығып кеткен ғой.